Бірінші A4 форматтағы қағазымызды алып, осылай 4 бұрышты қылып сызып, шеттерін қырқып шығамыз. Сосын дәл төбе жағын бұлай үшбұрыштап кесеміз. Енді бұдан біз мына бір сувениріміз салатын коробка жасаймыз. Бірінші шеттерін алып бүктейміз. Міне, әдемі коробка шықты. Мына екі шеті бұлай ішіне салынатын болады. Осылай қақпағы жабылады. Әдемі коробка шықты. Енді бұны мына шеттерін бәрін пуба клеймен клейлеп, желімдеп шығамыз. Желімімізді жағып қойдық. Енді бұны бүктейміз. Біріншінің аяғын бүктеп жабыстырып аламыз. Кейін сыртын жабыстырамыз. Бұрыштарын келтіріп әдемілеп жабыстырып шығамыз. Міне, дайын болды. Енді сыйлығымызды саламыз. Бағын жауып, жақындарымызға, әсіресе кішкентай балаларымызға сыйлағанға әдемі. Енді сыртына әдемі наклейкаларымызды жабыстырып